Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз сіздерменен қазақ тілі сабағынан қазақтың опера жанры атты жаңа тақырыбымызды бастаймыз. Оқу мақсаты: идеясы ұқсас публицистикалық және көркем әдебиет стиліндегі мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты аудиториясы, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау, мәтіндегі сөздердің тақырыпқа сай орынды қолданылуын тексеру, синонимдік қатармен ауыстыра отырып лексикалық түзетулер енгізу, редакциялау. Бағалау критерийі: идеясы ұқсас публицистикалық және көркем әдебиет стиліндегі мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты аудиториясы, тілдік ерекшелігін салыстыра талдайды. Мәтіндегі сөздердің тақырыпқа сай орынды қолданылуын тексереді, синонимдік қатармен ауыстыра отырып лексикалық түзетулер енгізіп редакциялайды. Публицистикалық және көркем әдебиет стиліндегі мәтіндердің негізгі идеясын анықтайды. Мәтіндегі ақпараттарды шынайы өмірмен байланыстырып редакциялайды. Артық болмас білгенің: опера итальян тілінен аударғанда дәлме-дәл шығарма, ал латын тілінен аударғанда еңбек, бұйым, туынды деген мағынаны білдіретін музыкалық өнердің жанры. Опера өнері 16-17 ғасырда Италия жерінен бастау алып кеңінен дами бастаған, ал дәл осы опера өнері қазақ жерінде қалай қалыптасты және де қалай дамыды? Осы сұраққа жауап алу үшін мәтінді мұқият оқиық. Бұл мәтін қазақ мәдениеті энциклопедиясынан алынған екен. Мәтінді оқып, ондағы негізгі және қосымша ақпараттарды, мәтіннің стилін анықтаңыздар. Жақсы балалар, енді мына суреттерге назар аударайық. Бұл жаңа өзіміз мәтіннен оқыған қазақ Абай атындағы опера театры, және де сол театрда қойылған шығармалардың үзінділерінен көріністер. Ал осы қазақтың опера жанрын ары қарай жалғастырып, оны әлемге танытып жүрген әншілердің бірі, опера әншілерінің бірі Димаш Құдайбергенов. Біз сіздерменен қазір Димаш Құдайбергеновтың өнерін, ән шырқауын бірге тамашаласақ. Это судьба, а судьбу не могу я ни о чем простить. Только я знаю, как после меня станут ветра глазить. Жақсы балалар, енді сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Жазылым тапсырмасына көшпес бұрын ең алдыменен өткен сабаққа көз жүгіртейік. Жіктік жалғау дегеніміз не? Есімізге түсірейік. Жіктік жалғау баяндаушқа ғана тән жалғау. Жіктік жалғау тек қана синтаксистік қызмет атқарады. Жіктік жалғауды анықтайық. Мұнда кеткен қателерді жөндеуіміз қажет. Сіздер таныссыздар ма? Мен 19-дамын. Мен дәрігермін емеспін. Ол мейірімді адам. Біз Астанадан емес. Біз әдеміміз. Сендер дәрігерлерсің. Яғни, мұнда кеткен жіктік жалғауы қате жалғанған сөздерді тауып, қандай жалғау жалғану керек? Қателерді дұрыстаймыз. Жақсы балалар, енді жазылым тапсырмасына көшейік. Сұхбатты интонация, кідіріс, логикалық екпінді дұрыс қойып оқыңыздар. Жіктік жалғауларын табыңыздар. Дескриптор:
интонация, кідіріс, логикалық екпінді дұрыс қояды, жүкті жалғау жалғанған сөздерді табады. Жақсы балалар, енді бүгінгі сабағымызға кері байланыс жасайық. Берілген сұрақтарға жауап береміз. Опера жанрының ерекшелігі неде деп ойлайсыздар? Опера әншілері менен кімдерді атай аласыздар? Қазақстанның қай қалаларында опера және балет театрлары бар? Үйге тапсырма. Қазақтың дәстүрлі ән жанры менен қазақтың опера жанрының ортақ белгілері мен айырмашылықтары туралы ассоциативті карта сызыңыздар. Осымен бүгінгі біздің қазақ тілі сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.